сен бизнес бастағанда сен пайда көру керексің. Егер біреулер мысалы кредит алады, сосын үстіне азғантай қосады. Қазір үстінде пайдасы төмен бизнес, ол үлкен риск. Любой момент доллар көтеріліп кетуі мүмкін, любой момент сырье көтеріліп кетуі мүмкін. Түсіндіңіз бе? Курс өзгеріп кетуі мүмкін. Егер сен үстіне маржасын төмен қоятын болсаң, ол үлкен деген риск бар. Онымен қажеті жоқ. Бизнес деген сен пайда көру керексің. Елдің көңілінен шығу 100% мүмкін емес ол. Айтады ғой, сіз тас санасаңыз ел құм санайды деген сөз бар ғой. Қазіргі би атамызда сөйтіп айтады ғой ұстазы. Сол сияқты елдің көңілінен шығу мүмкін емес. Бизнес тек қана сен сервис күшейте аласың. Түсіндіңіз ба? Адамға деген қарым-қатынасты күшейте аласың, но маржаны ұстап тұру керек. Өйткені сен қазір түсіріп сата беретін болсаң, төмен түсіріп сата беретін болсаң, сен банкротқа келсең, екіншісі келеді. Ана адамдар ауысып кете береді, ауысып жүре береді. Түсіндіңіз ба? Сондықтан пайда көрмесең, оның бизнесті бастаудың қажеті жоқ.